Қайырлы кеш, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және оның қонақтары. Шымкент Жайдарман лигасы 1-2, яғни жартылай финал Б тобы біз бастаймыз. Құрметті достар, өткенде бізде А тобының ойындары өткен болатын, бүгін Б тобының ойындары. Ондай болса, Б тобына қатысатын 4 командамен таныс болыңыздар. Еркін құрама Джеки Шаңырақ. Тағы да бір еркін құрамамыз бар. Еркін құрама Ұшқыштар Жайдарман тобы. Мақтарал ауданы әкімінің құрамасы, Мақтарал құрамасы. Және жақыннан бері еркін құрама болып жүрген Миллион Жайдарман тобы. Осы командаларға Әділғазы болатын Әділғазы алқаларымен таныс болыңыздар. Әнші жастардың сүйіп тыңдайтын әншісі Әділет Жауғашар. Футболист, қақпашы, көптеген клубтарда ойнаған, бірақ мен құса футбол ойнамаса да, әйтеуір футбол ойнап жүрген ұлттық құраманың қақпашысы болған Ордабасы, Қызылжар, айта берсе өте көп, Алмат Бекбаев. Айса КВН командасының беделді ойыншысы, өзін жайдарманшы емес, КВНшікпін деп айтып жүрген Арслан Ақназаров. Қазақша КВН тұңғыш чемпионы, көз тимесін, Азамат Садуақасов. Және Әділғазылар алқасының төрағасы, біздің жаңа шырымыз, Нұр Отан партиясының депутаты Мұрат Жолдықожаев мырза. Ал, ондай болса командалары. Сәттілік! Құрметті Әділғазылар және құрметті көрермендер, бүгінгі ойынымыз 3 сайыстан тұрады. Сәлемдесу, жамбату және үй тапсырмасы. Сәлемдесуді бастайтын еркін құрама Джеки Шаңырақ Жайдарман тобы. Қайырлы кеш, алдарыңызда Жексеннің, яғни Жекидің бала-шағасы мен келіндері. Сіздер алдыңғы ойында мына екеуі келіні, Ерлан екеуміз бұлардың күйеулері екенімізге мүлдем сенген жоқсыздар. Қазір де сенбей тұрсыздар. Осы шынымен де арамызда отбасылық қатынас бар екен, қалай білдіртсек болады екен? Тәді, бұл сізге қатынасыңыз көрсететін контакт емес қой. Сенбейді, не оп? Қайсысы сенбей атқан? Сендер ма сенбей атқан? Жан, қойсайшы? Аузыңды жабы. Мен сен қалмалды миллион беріп оған, так что өзім білем. Или сен ба, брата, сенбей атқан? Ерлан қойсайшы, қазылар алғасы тұр, ұят қой. Іш қандай да ұят емес. Мен бұлардың семьясын араласып жатырмын ба? Араласып жатқан жоқпын. Так что бұлар да мен семьямен араласпасын. Бәке, или сіз ба сенбей тұрған? Тәді, сізге дешемдігі барабан емес қар, құрметін ара беретін. Қойсайшы, ұят қой. Оның үстіне залда папашқа отыр, ойынды көріп. Нормально, жіктер маған байтанды жазып берген бала майрасын деп. Мә, папа, сен же.
айып етпейсіздер енді. Отбасы болғаннан кейін болып тұрады. Түсініспеушілік, ұрыс керістің болатыны рас енді. Негізі бар ғой, мынау еркек пен әйелдің арасындағы ұрыстардың негізгі себебі білімсіздік екен. Қумашы, білімнің ешқандай қатысы жоқ. Бар қатысы? Жоқ қатысы. Бар қатысы. Анау айтады ғой, адам мен пілді теңестірген білім дейді. Нені дейді? Адам мен пілді. Ой, бака, мына сөзді өзіңіз шығарғаннан соң уверен айтып тұрсыз ғой, Мына біліміңізден кейін сіз ажырасып кетсеңіз де ешкім ренжімейді-ау сізге? Жігіттер, қойыңдар бұл. Жартылай финал, таң қалдыру керек, не істейміз? Ажырасып кетейік те. Қумашы. Таң қалдырамыз деймін, айырамыз. Тәте қазір ажырасып таң қалдырамайсыз-ау? Нечайно бір астарлы ағаттағы Дина Төлепберген кеп ажырастырып таң қалдырмаса. Оның үстіне қазір таматлар айтып жүр дейді ғой, құдалықта құда болып, көз қақсқан құдалардың біраз күннен кейін тасатысып, соттасып жүрген көріп жүрміз деп. Осы сөз таматлар айтқан ең болды емес па? Ендеше қанша ұрса да бір-бірін тастамай жек шаңырақ миын начинаем! Сонымен тамашалаймыз, барлықтарымыздың ағаларымыздың осы жер болады. Ушер. Көз алдымызға елестетейік, өмірде тамақ деген ұғым болмаса қалай болады екен? Гүлнар қызым кеңдер, Ерлан балам әкең шақыр. Дастарханға кеңдер, сканворд шешеміз. Барынша фантазиямыз қосайық, басында бір-ақ тал шашы қалған айтыскер ақын. Жалғызымсың. Он 17 рет ЗАГСты некесін қидырып жатқан жігіт. Құрметті азамат, Алихан Мержан. Қойсайш. Неге? Болды уже, сенікі ұят. Уже сен қазір тағы да бір рет ЗАГСке тұрайын десең, уже сенікі стадия болды. Өзінің болашағына қатты алаңдайтын жігіт отырыста. Жігіттер, қыздар, мынау ертең алда-жалда бомж болып кетіп жатсам, мен сінбей жүрмеңдер көшеде тиын тастап. Өзінің жеке ойы жоқ психолог. Сонымен сондай. Енді не істеймін деп отырсың өзің қарындасым? Кетсем ба деп отырмын. Дұрыс, кетсейші. Не қыласың? Бар кет одан да. Бірақ балашаға бар, қалсам ба деп қоям бір ой. Болмаса қал. 4 балашағыңмен кім алады сені? Шаршадым, демаламау. О, міне, шаршасаң демал. Дубайға бар, Түркияға бар, жақсы адамдар. Или қаласылайын ба? Болмаса қарындасың, көрші сен өзің, мен сенің әрдайым тілекшіңмін ба деп. Менде қара көзілдірік бар, менде қызыл тақта көп бар, менде копейка бар, еще такой. Өзіне өте көп алатын түрменің бастығы. Короче, бәріңді босатам, қашыңдар. Бірақ кімді ұстап алам, не дай болып пожизненныйға жіберем, давай ма? Құрметті достар, сөз соңында. Інілерім, жан, келінім айналайын. Мен финал көргімге отыр. Тату қатты финал көргімге отыр. Тәді финалды ұшып кетіп, ол залда отырып та көруге болады ғой. Ол залда отырып көреміз ба, мына шетте ойнап көреміз ба, ойынның соңы шешеді. Сіздермен Жеке Шаңырақ, рахмет. Рахмет, Жеке Шаңырақ жайдарман тобы өзінің спонсорларына алғыс айтады. Спонсордың атын атамай қойыңыз деді. Сейчас берді, білмеймін. Ал бізде қонақтарымыз бар. Ортамызда Ақжол партиясы Шымкент қаласы фракциясының жетекшісі Ноян Назарұлы Түлегенов мырза отыр. Қошеметтен қойыңыздар. Келесі шығатын команданың әзіліне сәл өздеріңіз миларыңыз дайындаңыздар. Оларды редактурада даже мен түсінген жоқпын. Ондай болса қарсы алыңыздар. Еркін құрама ұшқыштар жайдарман тобы. Ассалаумағалейкум ұшқышпандар. Қастар. Марат аға, сіз 1 минутқа бола ма? Бірдеңе айтайын деп.
Марат аға үшін бізден андай жағдай болып тұр да. Балдар қазір кешігіп отыр. Звондасам алмайды. Не жағдай болған білмеймін. Бізді миллионнан кейін қоя аласыз ба? Соңында ойнасам. Өтініш Марат аға. Никак болмай ма? Түсінікті. Жайдарманмен қоштасыз ба? Қоштасайын. Қош Жайдарман. Қош ұшқышпандар. Қош Абзал аға. Марат ағаға көп ренжи бермеңіз. Ол сіз жақсы болсын деп ұрсады. Қош. Уақытында кеп тұрса болады ғой. Өшіш. Пранк қойышын ойнап отырық қой. Ойнап отырық қой. Ойнайма адам е? Әзілеп отырық да? Жүрегім соқтап қалайындық болды ғой. Болды. Әшін ойнап отырық қой. Қайда ойнаймен Жайдарманды? Болды қой енді. Мақылы, кімдермен ойнайын деп отырық қой? Мега бар, Мега. Мега? Кімдер еді ол? Асылдар, асылдар. Асыл? Өзіміз ғой Асыл. Қойш. Мен көршім ғой. Маған көрші ауылда тұрады ғой. Асылға айтам, Асыл, ұша сал, бізге жолыңды бер деп. Асыл оған көнемеген? Ой, үйреніп қалған ғой, көнеді. Айтпақшы, Тағай қайда жүр? Ливерпульде. Ливерпуль? Ол кісінде түсінуге болады, Жайдарманнан түк шықпасын, футболға кеткенде. Бегі ауыр айтқан жоқсың ба? Ауыр айттым ба? Жаман ауыр айттым ба, байқамадың ба? Олай болса, ұшқыштар КВН командасы, біз бастаймыз! Не істеп жатыр ма олар? Білмеймін ба? Ерлан командаға алайық дедің, алдық. Енді нап-нормально тұрса да масок бұл. Мен бұларға айттым, не болды бір менсінбейсіңдер ғой? Бізде де өнер талант деген бар. Жаратушым жарылғап, жетімдер жұртынан жаралған. Жайлауда жүріп жусанның жұпарын жұтып жетілген. Жамандық жасағанды жақтыртпайтын. Жүрген жерінде жақсылық жасап, жадырап, жайнап, жарқылдап, жымиып жүретін. Жолы жіңішкелерге жүрегінің жылуын жаудырған. Жанындағы жолдастарын жақсылыққа жетелеп жүретін. Жанарындағы жалынды жоғалтпай, жұрт жетпеген жетістіктерге жеткен. Жалғандағы жүрегінің жартысын, жалғызын жолықтырмаған. Жүрегі жылы, жаны жайдарлы. Жақсылардың және жайсандардың жүрегін жаулаған Жандарбек жігіт Жамағат. Әне, көрдің бе? Браво, браво. Риза болдым мен. Болды жігіттер, мынандай өнермен финалға беймарал өтіп тұрып қой. Әшейін өтіп тұрып қой. Бір әзіл бар еді, сол ойнап сіз ғой. Достар, барлығыңыз білесіздер, Марат Достаев әлі күнге дейін үйленбеген. Сонымен көп күттіріп Марат Достаев үйленіпті, Беташарда. Ал енді мына оңтүстіктен келген Сырдария, Оқымпу, Миллион, Байдың балдары, Бәрекелді Кірпі, Абырой, Ливерпуль командаларына бір сәлем. Қанша команда бар әлі? 300 дейма бар әлі. Ойбай, өлетін болды. Достар, келесі әзілдің хабарландырылуын жақсылап тыңдап алыңыздар. Марат Достаев осылай командалар жинап, сіздер сияқты командалар отыр. Командаларға қарап айтқан бір әңгімесі бар. Егер сендерді миллионда қинағандай қинайтын болсам, онда ешбірін қамайтын едіңдер. Бәрін Жайдарман тастап кететін едіңдер деген болатын. Сонымен көреміз, Марат Достаев миллион командасын қинау үстінде. Жігіттер, мен қиналып барам. Ау, Юрум, шыда, Юрум. Жоқ барсам, мен шыдай алмайым. Шыда, Юрум жан. Марат аға, біз неге жаңбырдың астына қойып сонша қинадыңыз? Мен кафенің ішінде кальян шегіп жатқанда
Сендердің жаңбырдың астында тұруларың, сендердің шыдамдылықтарыңды арттырады. Әрі бұл сендердің ең соңғы жаттығуларың болатын. Сабаздарым, міне енді сендер нағыз жайдарманшы болдыңдар. Рас Марат аға. Мастер! Балаларым, менімен бірге жоғары лиганың чемпионы болуға дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Ендеше күт бізді жоғары лига. Достар, біз дәл осы әзілдің екі түрлі нұсқасын жазған болатынбыз. Сонымен көреміз, Марат Достаев миллион командасын қинау үстінде. Марат аға, өтініш қинамаңызшы. Көп сөйлемеңдер, бәрің шесінде дәуейді. Рахмет достар. Сіздермен бірге болған, сіздерден жан жылуын аямаған ата-аналарыңызға, туған туысқандарыңызға рахмет. Келесі команданың ақшасы өте көп сияқты қылып хабарлайық, бірақ ақшалары жоқ. Мақтарал ауданы әкімінің құрамасы Мақтарал жайдарман тобы. Иса, ноны кемет деп маған шілей жақындырып алмашы өтініш. Өзі кемесе де орны бар жігіт қой, сәл әртіш өтініш, Болды. Кейін бізде Джони деген жігіт бар еді, Жәнібек деген. Оның да орны бар, тағы сәл әртіш өтініш. Жасұлан деген де жігіт бар еді ғой, орны бар әйтеуір. Оның да орны бар еді, бірақ тағы сәл әртіш өтініш, Иса. Бәке, одан кейін бізде Асқар деген де жігіт бар еді ғой. Оның да командада орны бар, тағы артырайын ба? О жігіттің орны болмай-ақ қойсыншы, тағы сәл артырса Марат Достаевты өліп та жейтін жақсың ғой. Қайдыген шымғала! When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. О, қазақ еліне плюс бір шеттен шығады. Не, кешігіп жүрсің? Кешігіп жүргенде бәке, бірде-төрт финалға келемей қалдым, білесіздер. Енді жартылай финалда халық сағынып қалған шығар деп, сәл ерекшелеп шеттен шығайын деп ғой. Жасуан, айналайын, халық сағынасын, жайдарманшы бар болады қазір. Қарашы, ондай жайдарманшы емессің сен. Мынау не мынау? Қандай медаль мынау? Бұл медаль қуаныш жаңалық. Бізде Мақтарал футбол клубы Қазақстанның бірінші лигасында екінші орынды жеңіп алып, Қазақстанның премьер лигасына тікелей жолдама. Альбат, құстап қойсаңыздар болады, құрметті достар. Біздің Мақтарал футбол клубы премьер лигаға шықты кәдімгідей. Бұйырса енді бізге де Астана келеді кәдімгідей. Бізге де Қайрат келеді бұйырса. Бізге де Ордабасы келеді деп қоямыз. Ойбандаш премьер лиганы ұтып алдық. Лига чемпиондықтамыз. Реал келді Мақтаралға. Ойнап атыр кәдімгідей. Бензема, Азар, Асенсио Мақтарауда ойнап атыр. Бірінші тайм бітті. Бенземаны күтіп атыр кәдімгідей. Бенземаған керемет, одан артық не керек? Кетіп атыр жақсы адамдарымен. Олар ақша қыстырмақ. Бензема бізді қыстырмай, Соғы сол кәдімгідей. Тоқтаңыздаршы. Қыстыр, пыстыр, не отыр өзі? Шот не отыр өзі? Шотты білмеймін, бірақ жаман күтіп атыр кәдімгідей. Ертең Мадридке барған кезде біз де күтіп аламыз еді ғой? Кім? Модрич. Ендеше Мақтарал футбол клубының премьер лигаға шыққанына қатты қуанып жүрген жоғары лигадағы Мақтарал құрамасы кетті! Рахмет. Сонымен алғашқы әзіл өте мәдениетсіз әкім халық алдында есеп беруде. Халқым, сендер үшін іш киім жыртылғанша! Әрмен қарай жалғастырамыз. Арманы орындалмаған блогер. Апа, сізге спортивка алдым да. Өмірде аягөз деген ат болмаса. Мағри пашым қадірлім, ақ жүзіңді.
Рахмет. Қазіргі таңда барлық инста блогерлердің өзінің фастфуд орталығы бар. Сонымен Мақтаарал ауданы, Мүжірайбас ауылы, Ереке блогердің фастфуд орталығы. О, Ереке құтты бола берсін. Рахмет. Маған 2 донер беріңізші, пачым болсын бір басын. Донер? Павал бар, пакауыз. Павал читірші өтініш. Донер асылды деп қуам жүрміз ғой. Донер берсеңші, жарқырап донер жейді. Ана донер істейді адам енді үйреніп отыр просто ше. Пакауыз Павал читір, беташарын Павал әдем айналды. Көңілім кең диапазонындай фортепианоның үнін көрген дауысындай көне қара домбыраның әнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның жүзғырық аспап мыңғырық китабағың жүзғырық аспап мыңғырық китабағың Құрметті достар, жалпы біз бұмен не айтқымыз келді? Ән айтқымыз келді. Ән айтқымыз келді. Құрметті достар, ойын соңында жалпы жартылай финалда көптеген командалар шығып, біз финал өтуіміз керек, біз финал көруіміз керек деп, әділ қазалқыларына психологиялық қысым көрсетеді. Біз енді айтуымызға болады, өзіміз келдік, Мақтааралдан келдік қой деп ше. Бірақ керек емес та, кім лайықты сол етсін. Сізден адам жөніне көрсеткен бүгінгі ойынның нәтижесіне қарамай, Қазбар ауғасын соңына дейін сыйлап өтетін Мақтааралдан әкім құрамасы. Жайнаған гүліміз өнердің ағы. Жайнаған гүліміз өнердің, жайнаған гүліміз. Мақтаарал жайлаған тобы Мақтаарал ауданы әкіміне өз алғыстарын білдіреді. Онда біз ары қарап жалғастырамыз, айтудан жалықпаймыз. Алматы, Астана қаласынан емес, өзіміздің Шымкенттен де бүкіл Қазақстанды бағындырып жүрген жігіттеріміз бар. Қарсы алыңыздар, концерттерде айтады, көптен күттірген деп. Еркін құрама миллион Шымкент. Ассалаумағалейкум. Аттияғын тайбасар жақсының жолы жалғасар. Жүриде әділет жауғашар. Аманды бізден, саулық сіздерден болсын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Тәжірибелі топ ретінде сөздің басында тәуелсіздігімізді тілге тиек етіп, сондай бір әдемі. Енді қара, бір сөзіңді бөлейін айбетті, иә? Ренжіс болмасын ешқандай. Айта. Жоқ, айта бергенде қазір сыртқасы бір бәледе айтып жүрме маған. Ой, айтпай Мансар, бұза уақыт кетіп отыр ғой. Ашуланбасай? Ашуланып атқан жоқ Мансар. Ашуланбасай сен? Ой, айта берсең енді сонша бөлгенге уақыт кетіп отыр қазір. Уақыттан ас кеттір анауынан дейді. Сен дірілдеп тұрсың қанат. Дірілдеп атқан жоқ Мансар. Сөзіңді бөлгеніне айбетте де нормально сұрау. Дұрыс қой, мен саған пәлен деп атқан жоқ. Құдайшылығымды айтып жатырмын ғой. Бол деп жатырмын сен. Ана тәсіз айт та мен. Сен ашуыңды маған көрсетпесең, маған көрсетсейсің. Мен немерек көрсетіп сөзіңді бөліп атқан сен ғой Мансар. Жоқ, сен күліп тұрсаң, мен айтамын да қазір ойын бар ойнады, сен нервістеп жайдарман болып жатыр. Күліп тұрым ма? Күлсе? Иә, сөйтіп күліп тұр да. Мынау тәуелсіздігімізге міне 30 сәл ойында тұрсын да сен ше. Айта берші Мансар. Иә, міне тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл болып жатыр, Аллаға шүкір да. Бірақ мен айтайын, жастар қазір бізше вообще қадірін біліп атқан жоқпыз тәуелсіздігіміз. Мысалға, біз үшін жанын құрбан етті қанша аға әпкелеріміз. Оның атын білмейтіндер де бар. Мысалға, кім Қайрат Рысқұлбеков ағамыз бар. Кім бар еді тағы? Ой, естілеттен тикток болмайсың, тәуелсіздік құрбан болғанда жатта болмайсыңдар ба? Сәбир әпкеміз бар, Ербол ағамыз бар, Ләззат әпкелеріміз бар. Міне ары кетсе төртеуін білеміз, дұрыс па? Бәріміз шынымды айтайық, 5-6 ары кетсе білетініміз, дұрыс па? Біз кінәлі кім? Өзіміз. Біз 16 желтоқсан тойлаудың орнына 13-нен бастап былтыр не істедік? Жаңа жыл тойлап кеттік. Ақша жинадық 13-нен бастап 30-ы сен үйіңде отырдық. 31-і сен үйіңде отырдық, дұрыс па? Сен үйіңде ма? Қыздар топырлап кетті ғой, негізі биыл бар ғой, отырыс ұйымдастырып жатса коттеджге барайық. Мен айтып қояйын, коттеджде бір бөлме қызбен барам, менікі. Нормальный қыз шақырыңдар, бар, парта төбелесіп біреулерді. Не қылмаңдар. Бүйтеміз 40 мыңнан жинаймыз, сөйтеміз де асырды алып жаттырып тастаймыз. Коттеджге барамыз да жат, дау, тұрақ қумаймыз ба? Сен барасың ба Қанат? Барасың ба? Қайқа? Жа, қыздармен дау тұра. Сендер әжеттер менен тәуелсіздер тақырыпты алып кеттіңдер де. Не істедіңдер аяқ жағын? Отырыс, коттедж, анау, мынау, арқа жарқа, не нау? Со коттедж-матеждің бәрі со тәуелсіздің арқасында отыр.
Жігіттер, байқасаңдар, ар жақта қандай талантты іні қарындастарымыз өсіп келе жатыр бар ғой. Ой, жөндеп ойнамасақ бар ғой, ертең ұтылып қалып масқара болады, финалға өте алмай қалып. Қойшы, қанат, қойшы, кімнен қорқасың? Ешқандай талант көріп тұрған жоқпын ар жақта. Талант осы сахнада тұр, 4 талант. Кімнен қорқасыңдар? Дұрыс па? Дұрыс. Лицоларың бар, Аллаға шүкір. Дұрыс па? Мысалға дейікші, арамыздан ер болады. Біреу үшін еркек шайтан 8 командаға тұрып береді. Қара, БМВ-ның дауысын самай-ақ қойсын. Просто ойыңа қандай әзілгер керек. Айтасыз? Қандай ой? Айтайын ба? Өткендегіңді айтқан, 2-3 команда жайрап тастайсың. Айтайын ба? Бір күні бір көкеміз жеңгемізге ұрысып жатыр дейді. Сен бойдақ кезде қандай едің, фигураң зор едің, қазір үйленгеннен кейін түрің әбіржіп, фигураң толып, быт-шыт болып кеттің деп жатыр дейді жаңа. Сөйтіп жаңа жеңгеміз ашуланып келіп, тренировкасына, фитнеске барып, диетаға отырып, басқа бір байға тиіп кетті. Үшеуміз дейікші. Мына қара. Үшеуміздің мына тұра тұр ерім. Әжептеуіріміз. Нәқа. Жоқ. Сен артыр. Үш бидей болып тұрмыз ғой. Үш бидей. Мына талант, нағыз таланттар енді басталды. Мысалы, мақсат орамал тақпай-ақ қойсын. Айтпай-ақ қойшы. Вообще без қалат. Вообще бар ғой. Без қалат. Кафе деп айтпа. Бір адам күлкіден өліп қалады. Айтпайым. Бүйте сал. Сен ақыр тұрсың ғой. Кімет Ерболат едесің, сен соңғы рет БМВ-ның дауысын жақсы салдың. Ой, тамаша. Сен бар ғой. Любой бір әзіл. Хабарласың. Өзің хабарласашы. Босы, любой әзіл. Любой. Хабарласашы. Сонымен құрметті достар, көреміз перзентханада болған оқиға. Міне, темекі шегіп тұрып. Ешкім ойнатамайды бұл темекті. Мен темекі бар деп ойлап тұрмын ғой жерде. Жоқ қой, шынында. Бұлай кәді селдіріп тұр ғой. Жоқ Ой, бірма түтін шығармақшы қазір. Бұлай көре білген адамға түтін шығып отыр қазір жерден. Бөлейін на. Ішке кірсе босанасың ғой. Екеуіміздегі Қанеке. Екеуімізде әжептеуіріміз. Кәдімгі төбеміз ғой екеуміз. Қазақтың кәдімгі. Әзілді Керей мен Жәнібекіміз десек болады. Кім есімің бауырым? Жәнібек бауырым. Керей. Қуаныштың бауырым. Кім ойлайды? Сен ойлайсың ба? Разница жоқ ма? Екеуміздің арамыз ондай жоқ. Кім сен бәрібір сол бір талант. Біз пик болып тұр қазір. Сен хабарла, мен онда ойнайсың. Болды, дайын болыңыздар енді барынша. Көреміз хан аң аулауда. Уа хан ием, хан қайда? Хан аң аулауда. Басқа командаларда жаман емес. Жақсы балдар бар. Жаман емес. Жастар өсіп келіп жатыр. Айтып отырмын ғой жаңа таланттар бар деп. Бірақ бізге не болды? Шықпай жатыр. Әзілдер нашар ма? Жақсы әзілдер ғой. Күлдіргендей болды. Или біздікі тәкаппарлық болды. Содан болды. Рахмет, ендеше Олжас Мамырдың туған күнімен тұспа-тұс келіп жатқан жайдарман құтты болсын. Сонымен жалғастырамыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мектеп кезінде. Нұрсұлтан, Мансар, мен сендер бойларын салыстырайын, мақұл ма? Апай, мен көріп тұр ғой, бойым ұзын ғой. Кән көрейін мен, кән Мансар мен Нұрсұлтан. Ой, Нұрсұлтан, сен де Мансар үлкен екен ғой, кән мынандай жетпеген. Турникке тартын, сен болмайды мынау Нұрсұлтан. Дәл осы жағдай 20 жылдан кейін. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Мансар жана жағдайларың жақсы ма? Нұреке қалайсыздар? Жағдайларың жақсы ма? Аман есен. Баяғыда білесіңдер ма сендер бойларын салыстырады деп қой мен. Апа, әлі есіңізден шығып қалыпты ғой. Балалық шақтарын бір еске алдырып қойын сендерге. Бір салыстырып қойын. Көріп тұр ғой бойым осындай. Кән, ойбай Мансар шөк біткесін ба? Сонымен жалғастырамыз. Мектеп кезімізде барлығымызда мектепте өте қатал апай болатын. Сол қатал апайдың сабағында дәл осындай қыздар болатын. Бүгін бар ғой, анау мынау деп еркелік айтпаңдар маған. Жеке-жеке сұрайым, естіңдер ма? Ең мектепте қатал апай мен екенін білесіңдер. Тұр, Майра, тұр орнынан. Айт бол тез. Тыңдап тұрмын. Мыңқылдамай тез айт. Не болды? Не болды, Майра?
ауырттырды ма біреу? Қай жерің ауырып тұрсың ба? Қай жерің ауырып тұр? Жүрегім ауырып жатыр, абай жүрегім. Қайдан білейін енді? Мені медпунктке апарайын ба? Жүрегім ауырып десем айта абай. Мені қайта бер онда, қайта бер. Заттарыңды албасайшы. Заттар жинап қойғам жағам. Қайдан білейін, ауырып қалғанда ауырса дейсіз бе сабаққа келіп? Ол қалғаның анау-мынау дей бермеңдер. Кім? Мағрипа, тұр орнынан. Жылай бермесіңдер, борға жұмсайын деп тұрмын сені. Юрабойның атасын дейді сені. Кім? Ерболат. Мынау су құйып отырсың, тұр орнынан. Айт бол. Айт жаттауыңды. Апай, мен кеше жаттауды енді жаттап бастап жатыр едім. Үйде свет өшіп қалды. Сол өшкенге дейін жаттағанды айт. Сұр болды түсіп. Өшіп қалды свет. Қай жанбады ма сонда? Бір жаны өшті ғой апай. Сол жаны өшкен кезде жаттабағанды айт. Суық қаптайды. Болма арқал жоқ. Ұйықтап қалдым. Азан болған жоқ, күн шыққан шығар. Әбетке дейін, әбетте оқитыныңыз білесін. Әбетке дейін жаттап алуға болады ғой. Абай жолының битінен 5-6 қатар жаттап алуға болады ғой. Ой, сорды екен ғой. Сонымен жалғастырамыз. 1941 жылы соғыс кезінде жауларға жаудан беті қайтпас үшін, рухты болу үшін, күшті болу үшін кішкентай ұрттататын болған. Сонымен кішкентай ұрттаймыз деп біраз отырып ішіп қалған сарбаздар. Бұл недеген қуаныш, бұл недеген бақыт. Қамады, Еромжан. Қамаған қыз? Просто қыздырынсын, жаудан қайтпасын деп нәнлей беріп. Онда бітсесін, танкін кірт. Қош танк. Айдамаш танке. Ішіп алып айдамаш танк. Бір неміс өлтіріп қойсын. Қағасын ба сөйлей қалсын. Немістер. Ером. Немістерге барам. Немістерге барам да хайкеклер. Айт. Хайн екен деп айт. Не деп айт? Хайн. Шетшіл лимонымен деп айт. Кімді? Мақсат ішіп отыратын жаңа. Арғасы болсын да осы. Немісті қырам деп кетіп ем ғой. Жолдастар, жеңдік қой білесіңдер. Жеңдік қой? Тіктің ба? Бағанда қолымда ту бар еді мен білесіңдер ма? Сол туды барып рейхстагқа тігейін деп жатқам ғой. Анандай жерде Рахымжанға баққан артында. Қошқарбаев па? Рахымжан Қошқарбаев. Туды ұстай тұр дедім. Мен аяқ киім бауын байлап алайыншы дедім да. Туды Рахымжанға бердім, сол жер есімде. Рахымжанға бердім. Еңкейіп, аяқ киім бауын бит байлап деп тұрып қарап қалсам, рейхстагқа ту тігіп тұр ғой Рахымжан. Рахымжан тігіп қойған ба? Иә. Я осы қазақты жеңдік па? Жеңдік, соғыс. Құстай Еромжан. Ой, рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион командасы тәуелсіздігіміз баянды болсын. Рахмет. Не играй на моих нервах. Алдарыңызда болған миллион Шымкент, ондай болса келесі сайысқа барша командалардың мүшесін ортаға шақырамын. Сәлемдесу бойынша құрметті біздің әділқазылар. Еркін құрама Джеки Чаңырақ. 5-5-4 2-5 қалғаны 4. Ұшқыштар жайдарман тобы. 5-5-5-5-4. 1-4 қалғаны 5. Мақтарал аудан әкімнің құрамасы. 4-5-4-5-4. 2-5 қалғаны 4. Және Сәлем суды аяқтаған миллион жайдарман тобы.
Бес. Және Әділет, бес па? Достарына бес қойып отыр. Барлығы бес. Ал, жамбатуды бастайық. Бірінші болып бастайтын Джеки Чаңырақ, екі әзілі. 3 ай бойы вақтадан қайталмай жүрген ағаларымыз WhatsApp-тағы статусына сені біреу сағынса, сен біреуді сағынсаң деген видеолар көп салады екен. Бәрекелді. Мүлдем внимание жетпей жүрген Айдаладағы ауылдың әкімі шашын фиолетовыйге бояпты. Ұшқыштар. Иммунитеті өте төмен бір маймыл талдан құлап қала береді екен. Көзі көрмейтін бір аңшы қоян атам деп өзінің қояншық жолдас баласын атып жіберіпті. Мақтарал. Карантинде кітап оқып, Франция, Монголия біздің жер емес екен түсінген бір асаба тамадауықты қойып кетіпті. Екіншісі бар ма? Өте адал әкім айтысқа қорықпай бара береді екен. Ал, Қанатжан, миллион. Менен қазір арқасының ішінде әнші жігіттер болғаннан кейін... Әнші жігіттер емес, әнші бірақ жігіттер ғой. Кім Арслан ағамда ән айтатыны бар арасында. Айтады я? Не играй дегенді сол айтады ғой. Сондықтан кішкене ән мен әзілді араластырып алып келдім. Мақұл. Бір ауылдың балдарын ауылдан шығарып, ішкізіп, шектіріп, сондай жаман жолға салып, ауылдың балдарын әбіріштіп жіберген Арман Беркінбай деген балаға ауылдың балдарының айтқан әні. Артынан жүріп, Арманның ауылдан шығып кетіппіз. Анау, сенімсіз ба үйленесің ғой? Үйленесің ғой деп. Үйленеді ғой? Сенімсіз ғой, үйленесің ғой? Үйленеді ғой? Маған не маңғарып етті сондай. Болмайды ау. Сенімсіз ұрсымды үйлене алмай жүрмін ғой. Болмайды ау, осыған біреуге жүрмедеді ау деген күдік болады ғой. Сондай жігіт ЗАГСте қолынан да карандашпен қойып алады енді. Өшіргенге кейін оңай болады деген ғой енді. Хабарлауым жақсы екен. Ал, кіммен қоштасамыз? Қай командамен қоштасамыз, құрметті әділқазылар? 1. Джеки Чаңырақ, 0.7. Рахмет. Ұшқыштар, кеттік. Кореядан көшіп келген бір ит Қазақстанға кеп ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешіпті. Бір жігіт қара нан жеген жақсы көреді екен, сөйтіп дүкенге барса қара нан жоқ дейді. Сөйтіп ақ нан алып үйіне кеп свет өшіріп қойып жепті ғой. Мақтарал. Ютубтан жатып алып российский сериал көре беретін бір жігітке өскенде кім боласың десе охрана боламын деп айтады. Өтет, тегінің қайда, кеттік. 10 жыл қорадан шықпаған бір қой, сәл сыртқа шығып айналып қайтпасақ, бір жерде отыра бер, мал болып кеттік қой депті. Өзім бір бәле қалайды, Қанат. Кеттік, миллион. Бар меді өзі. Ұра берсей. Картаны қатты ойнайтын бір бала пост сап қойыпты. Дамға ұқсайтын қыздар бар ма деп, сөйтсе астына Динара Орала лайк басып қойыпты оған. Өзіміз түсіндік енді. Жюри түсінбесе де. Екіншісі. 40 жыл бойы басын жумаған бір ағамыздың басын жуса, басынан 30 түрлі жәндіктің түрлері шықты. Кәм өтейді деген еші. Мен қош етсаңыз. Қоштасып ау, уже таусылып жатыр. Ну ладно, тағы біреу-біреуден, үшеуіңде. Ұшқыштар кеттік біреу. Шамалы иттігі бар ағамыз әйел тамақ бермесе қаңсылап кетеді екен. Ішкілікке салым кеткен, бірақ жүрегінде сәл патриоттығы бар ағамыз Қазақстан деген коньякты ішпейді екен. Жаңадан үйленген балдарға арналғаннан күндіз түні бір тынбай айналайын. Кіммен қош айтсаңыз? 2 бізде ұшқыштар. 0.8. Рахмет. Ары қарап жалғастырамыз. Мақтарал, кеттік, 2 әзіл. Талпанның астында тепкіленіп қалып кеткен бір бала келесі күні досына айтып жатыр дейді, кеше бір күшті кроссовка көрдім деп.
50 тауығы бар ағамыздың 49 тауығы бір мезетте қайтыс болып, соң қалып кеткен тауығы егесіне қарап айтып жатыр дейді. Көке бір дәрі әпересіз ау, что-то болмай жатыр деп. Ал қанат кеттік. Гәп ойлайтын қатындар гәптен кейін гәп болып қайтады екен дейді. Ерболат жазбаған маңнан Ерболат айтса кіретін жат, айта бер. Екіншісі, біздің әнші бауырымыз Әділет Жауғашар. Ана өлең білесіздер ғой? Саусағыңа сақина таққанша саусағымның ұшында тигізбеймін деген бір сол өлеңді айтып қызды сындырмаған ғой. Қыз ертесіне кәні саусағым ұшын тигізбейді деген кеуді. Сонымен жеңімпаздың санын көтерсеңіздер. Жеңімпаз миллион. Жеке шаңырақ 0,7, ұшқыштар 0,8, Мақтарал 0,9 және миллион толық 1 ұпай. Ондай біз ары қарап жалғастырамыз. Бізде келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасын бастайтын еркін құрама ұшқыштар. Жездуханның келесі сериясын көру үшін бір ай күту шарт емес. Кафеге барайықшы. Ой, бәліне. Сосы, абайласайық қанат. Енді өзі ады бұқтата бермей, тыныш тұрса ше. Енді қарнымыз ашты өлеміз ба? Қарның ашса мұз жеп, мұз. Айттым саған, Дубайға барайық деп. Титаник деп. Ал енді Титаник елдің. Жүр енді осы жерде. Біреудің даусы естіп отқан сияқты. Қалғандар бар ма? Бар. Аман қалғандар бар ма? Бар. Или жоқ па? Жоқ болса бір хабарын айтыңдар, бекермен күн суықта жүріп қалмайын. Бар. Сендер тірісіңдер ма? Тіріміз. Ысқырық жоқ па? Ысқырсаңдаршы, ысқырыққа барам мен тек. Брат, су қалай екен? Ой, бәліне. Ойнамадым. Сен что-то бір жерден көрген сияқтымын, сен жезуғада ойнамайсың бе? Иә, ойнаймын. Сен боқтауың ұқсайды. Онда не тұрс, кеттік, жаураған жарсыңдар. Отырыңдар қарыққа. Біз сиямыз ба? Сыйғанда тек біреуін ғана сиясыңдар, қазір жолдан розаны алам, сосын тағы бір қыз бар. Біреуін ғана сиясыңдар ғой. Енді не істейміз біз? Не істегенде күтейік. Опыт болып қалғансың ғой. Жаңа 10 қыз пысқарын өйстіп, барлығының жігіттері суға батып отыр қойсын. Қой қарындасым, сабыр етен, кеттік, қайыққа отыр. Ойбай. Сен басың істей ма, атма бұл саған? Құлап өлейін деп қалдық қой. Алло, Яндекс қой. Айсбергтің қасында дұрыс па? Болды, қазір барам. Қайпа дес? Екінші, болды, қазір барам. Папа, тоқташы, папашым кетпейші, папашым тоқташы, папа. Балақай, есімің кім? Марат Достаев. Тұңғышымыз ұл болса, атын Марат Достаев қоямыз. Маратжан, ұлым, Марат Достаев қамбар ұлы. Қанат Достаев балам. Қанат Достаев несі? Марат Достаев. Балам кеш. Айжамал? Қанат? Ол сен місің? Иә, мен. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сол магазинге келгем, үйге нан бар, аны алам деп. Сен өліп қалған жоқ пе? Қаяқтың өліп қалған, суға бүрсіңіп шығайын десем жоқсыңдар ғой. Шықсам қайықпа мінезім кетіп барасың ғой. Айжамал, бош тезірек кетейікші. Қанат қалай жағдай? Сен ана қайықшы бала емессің ба, Қайықшымын ғой, молодец, рахмет, ертең бір әбетің менен. Молодец, Айжамалды құтқарып жатыр. Айжамал, не yaptырсың, кеттік дейді, ана емоштар кімдер бәрі күтіп отыр. Шәріптерін бәрі.
Жүрдізе кете бергеніз. Бұл мен қатын ғой бұл. 10 жыл болды отасқанымызға. Айжамал, сен сонда мені тастап, қай-қайдағы бір қайғышқа тұрмысқа шығып кеткенің бе? Айжамал деймін. Қанат, мен сені сонша жыл күттім. Сен келмегеннен кейін мен шыдамым жетпей, төзімім таусылып, қайықшыға тұрмысқа шықтым. Өтір құлақтан тебе береді, келе сәбейлен oldu оған. Өз асылып бәле oldu да. Өз асылса, онда мен өзім олымда Марат Достаев қамбарын ұнап кетем. Марат Достаев. Тұрыш бұлай қарай. Бабасы нес? Менің балам бұлай. Қақтың мен балам ей. Айжамал, көліктегін ұмыттың ба? Көліктегіні? Не болып еді көлікте? Көлікте Айжамал егеміз. Қанат, бұл түсініп отыр. Сен білмейсің о көліктегін. Айжамал. Қанат, сабыр қыл, айналайын. Қанат, маған Айжамал барлығын айтқан. Айналайын, Қанат, мынадан бала болмайды. Маған Айжамал барлығын айтты ғой, сендер көлікте әшейін бүйтіп отырыпсыңдар ғой, қолдарын қойып бір-бірінің үстіне. Айттым саған Айжамалдан бала болмайды. Айжамал. Bir işine bak, yüzüne bakamaz ağlar durur. Сіздермен бірге болған ұшқыштар, егер бізді финалға лайық деп танысаңыздар, қошеметтеңіздер. Қолымнан ұстап, ұшам десең алысқа, сезім зымыра. Екі сайыс бойынша ұпай сандары, яғни сәлемдесу және жамбату. Жеке шаңырақ 5,1, Мақтарал 5,3, ұшқыштар 5,6 және миллион 6 ұпай. Үй тапсырмасын арғырып жалғастырамыз. Сахнада Мақтарал аудан әкімінің құрамасы Мақтарал жайдарман тобы. Мақтарал ауданында алғаш рет түсіріліп жатқан YouTube бағдарлама. Біздің қоятын көрінісіміз ары қарай не болды? Ресейдегі шопыла дальше деген сияқты ғой, короче. Бір комик шығып, бір оқиға айтып береді. Соның соңын мына жерде отырған өнерпаз жігіттер, күлдіргі жігіттер қойып беретін болады. Қабыл алыңыздар. Бытыш деген дейтін өз жазыпты. Сәлем достар, бүгін бізде Мақтарал ауданында YouTube'да жаңа бағдарлама. Әрі қарай не болды? Яғни айтқанда бізге қонақ келеді, ол оқиға айтады, біз сол оқиғаның жалғасын айтуымыз керек. Өзі білмеймін не соны? Білмеймін. Білмеймін не өзі? Не қылып айтамыз? Біледі ғой өзі. Просто біз күлкілі қылып айтуымыз керек. Біз күлдіргіміз ғой ауылдың, не? Допустим. Ендеше, бүгінгі біздің бірінші бағдарламамыздың бірінші қонағы Асабаның арланы, Тамаданың тарланы, Лебой қыздың арман. Өнер дейтін өлкеде өзіндік орны бар ғой, ә? Бар. Ол шақыра берсең не істейсің? Ендеше, Тамада Әділет Анарбай ұлдарыңыз, қарсы алыңыздар. Дамы и господа, встречайте, он не Супермен, он не Бэтмен, он не Спайдермен, он не Человек-паук, он не Терминатор, он не Дедпул, он не Спанч Боб, он Бак, он Бэр, он не, а просто казахский шоумен Әділет Анарбаев! Тәтуәлі сіздің парқын білген, бет жүзі жарқын келген, иманын айтып иландырған, Алласын айтып асын ішкен ағайын, алдыменен баршаңызбен ассалаумағалейкум деп амандасып алайын. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Шапала ұрмасаңыздар тұра берем ағайын өз. Негізі бұл шапала ұруға лайықты жігіт негізі. Бұл жігітке шапала ұрсан кәдімгі отбасына шапағат болып тиеді ғой. Мықты тамада бұл. Әкесі мықты тамада кәдімгі. Атасы мықты тамада бұл. Бабасы мықты тамада болған кәдімгі. Шілейіп бір жан салдың ұрпағы емес.
Қош келіпсіз. Біздің бағдарламамызға қош келіпсіз. Біздің бағдарлама былай ғой, сіз оқиға айтасыз, біз соны жалғастырамыз. Біз таныстырмайсың ба нәрсе бізді? Ендеше біздің резиденттермен таныс болыңыздар. Мақтаарал ауданының мәдениет үйінің оркестрінің жетекші Нұрдәулет Сапаров ағамыз. Одан кейін барып резидентіміз менің жиенім Жасұлан Құрбан. Және бүгінгі кештің жүргізушісі Нұрван Сабуров. Ай, игровой айналайын. Оқиға айтсын да бірден, болса айтсай. Өткенде демалысқа Марат Досылаев ағамыз бар, Әділет Жауғашар ағамыз бар, үшеуміз теңізге шомылуға шығайық. Жоғарғы деңгейдегі адамдар болып бардыңдар ғой, сана биігінде жолығатын кез. Сонымен демалысқа барайық теңізге. Сөйтіп біздің Мәкең мен Әдекең ойбай шомылайық жүзейік деп, Әдекең тәтем қандай істеп кеткен. Сөйтті да Мәкең мен Әдекең шомылмайды екен ғой, жүзамайды екен ғой. Екеуі суға батты да кетті, артынан мен құтқаруға кеттім. Ары қарай не болды енді сол? Так, тезисіне, ребята, тезисіне. Бұлар шомылуға барған теңізге. Естік бол шомыл орған. Не болады, айтшы ол. Мен наның орында болғанда Әділет ағаны құтқаратын едім. Қараш қандай әнші мысалы, жап-жас, болашағы жарқын. Қазіргі таңда әндері хит, мен осы кісіні құтқаратын едім. Қойшы жайсың, өтірік 5 қояды, 6 қояды деп Әділет дейсің баш. Негізі Мәкенді құтқару керек қой жігіттер ше. Терлеп еңбек тілегіне жетіп жүр дұрыс па? Жастар жайдарман ойнасын деп кәдімгідей. Мен Мәкенді құтқаратын едім. Ойбой, Мәкен, салтанымдасыз қазір Мәкен. 2 қабат көрпесімен шай бар, Өзім ешкімді кіргізбей жатырмын. Өзім оқиғаны соны айтасашы, не болды жауап? Оқиғаны соны айтқанда, сол Мәкең мен Әдекең кеткен, жүзамай артынан. Ары қарай ұмытып қалдым, не болған? Есімде де жоқ. Ары қарай ұмытып қалатындай қандай отырыста болдыңдар сендер үшеуің? Солай айтамын ғой. Жігіттер жаңалық беріп бай қарап тұрмын да, жүргізушіге қарап тұрмын, жау бәріміз бүйтіп сыртымыздан қарап тұрмын да бүйтіп ше. Мына бағдарлама шілей қызық емес па негізі? Аяқтай саламыз ау жігіттер, YouTube проекттер көп қазір, қиын мынау кәдімгідей. Арамызда қалсын мына бағдарлама, сәлеміміз түзу болып қалсын. Думанжан бізді ортаға жинай жерсе осы бір Құрметті достар, ойын соңында біз биыл жоғары лигаға барып, кішкене қателіктің кесірінен ширек финалдан ұшып кеттік. Енді кішкене қателіктің кесірінен жергілікті чемпионаттың жартылай финалынан қайтқымыз келмейді. Сіздердің назарыңызға түскен Мақтаарал ауданы әкімінің құрамасы. Жайнаған гүліміз өнердің аты. Жайнаған гүліміз өнердің, сайраған гүліміз өнердің. Ышқыларың келмесе дайындалып келу керек еді. Ал Мақтаарал командасы Мақтаарал ауданы әкіміне өз алғыстарын білдіреді. Ары қарап жалғастырамыз. Үй тапсырмасы сахнада Чеки Чаңырақ жайдарман тобы. Құрметті көрермендер, біз Чеки Шаңырақ командасы бірінші рет көрініс ойнайын деп тұрғаннан кейін залдан кішкене көмек болса деп жатырмыз. Осында залда жоғары лиганың чемпиондары Марат Сәрсенбаев ағамыз бен Нұрым Досболов ағамыз отыр. Соларды сахнаға шақырсақ деп жатырмыз. Бір жақсылап шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет, сахнаның сыртына барсаңыздар жігіттер өздері түсіндіреді. Ал олай болса, кез келген қызды алып қашып келген кезде артынан міндетті түрде қуғыншы келеді. Сонымен қуғыншыда болған жағдай. Кеш жарық бәріңе, ханымдар мырзалар, кеш жарық сіздерге, жігіттер арулар, сәлеммен сіздерге, өткізіп ендеше сіздермен бірге, дайынмын осы кеште. Рахмет. Едеге шапалақ. Өздеріңіздің ұлдарыңыз сахнаға шықса шапалақпен шабыт беріп отырасыздар. Мен де біреудің баласы. Маған да бір қошемет соқпай. Кеш жарық бәріңе, ханымдар мырзалар, кеш жарық сіздерге. Қош келдіңіздер дейміз. Құдалық құтты болсын Құдай қаласа. Құдайға баяғыда бір қаздан сұрап жатыр дейді, қаз дауысты қаздан. Қазы қайда барасыз десе құртқа барам деген екен. Сол сияқты қазы құрт микрорайонда орналасқан тойларыңыз құтты болсын деп қояйық сіздерге бәрекелді. Аман-аман негізі мынау
екі сөздің басын құрап ұйқасқа жібере береді екенсің, ә? Енді біздер енді аға жаңа тамада болған екен өзіміз сонда импровизатор келеміз, ақын келеміз ғой жаңа енді. Импровизатор дейсің ба? Онда мен де бір айтайын. Баяғыда бір құдайға қожадан сұрап жатыр дейді. О, қожеге қайда барасыз? Тоғайға дейді. Сол сияқты мен де мына қожа тоғайдың баласымын. Баяғыда, жездеге баяғыда бір ардан сұрап жатыр дейді, ардан. Ар қайда барасың десе, ысқа барам дегендегі сол сияқты ар шақта қожа тоғайда кәдімгі бе? Сосын бір күн тордан сұрап жатыр. Болды, жезде. Уже артық кетіп қалады екенсі. Бір келді. Енді қазақта бір керемет сөз бар. Бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көрген туыс дейді. Құдай қаласа туыстығымыз арта берсін деп жатырмыз. Енді керемет таныстыр болсын деп жатырмыз. Өзіміздің әулеттен таныстырып басылсақ Құдайге. Енді мынау енді қастарыңызда отқан біздің әулеттің үлкені. Алдыңғы буын ағамыз. Есімі Нұрбақыт. Сөйлегеннің өзі бір бақыт. Нұреке, ау деп қойыңыз, тіл қат деп қоямын жаңа. Ау де. Ауыңыз жақсы. Ау дегені шат, одан кейін мынау енді ол кісінің қасында отырған біздің жеңгеміз. Охо, тамадаган жеңшеңді ыңғайсыздығынан шығарады екенсің, ә? Әкет, тамада, әкет. Енді тоқтама, тамада. Енді қасында отырған біздің жеңгеміз. Есімі Салтанат. Сөйлегенде автомат деп қоясыз жаңа. Саусағынан балтамат деп қоясыз жаңа. Енді көріп отырсыздар, біздің әулетті таныстырдық. Өздеріңіз енді бір таныстыру болса деп жатырмыз. Құдайке, есіміңіз кім болады? Мержан ғой. Мержан? Мержан. Атымыз ұқсайды екен жаңа. Әнші сазгер Рахымжан. Шымкентский Дерский. Сөйлеп тұрған Рахымжан деп қойған жаңа. Мержан Рахымжан. Атың бір түрлі екен, Рахымжан. Құдайке, енді өзіңізден бір рұқсат болса, қасыңызда отқан сұлу да сүйкімді, сымбатты арудың есімі кім болды Құдайке жаңа? Клара деп өрде жүрейін ба? Клара деп дейсіз ба? Енді жаңа мен сөзімнің басында тіліме тие кеттім. Біздер енді тамадалар сондай ақын келеміз жаңа, импровизатор келеміз. Клара ғой, Кларалар, лаулар деп қойсын жаңа. Ұйқасын паражнек болып құрбар деп қойсын. Енді таныстық болды деп жатырмыз енді. Керемет таныстың құрметіне бір енді арнайы сіздер үшін, таныстық үшін деп бір анекдот айтып берсем деп едім. О, сорлы екенсің Рахымжан. Ит болды ғой мынау. Мен онда мынаны қояйын, анаға барайын, шылым шегейін. Ұйқасы не болды Рахымжан? Ит болды ғой. Жақсы. Анекдот болсын деп жатырмыз. Баяғыда бір қазақ орыс өзек болған екен жаңа. Орыс өліп қалатын анекдот емес пе? Давид кісі айрап қалады. Жыт. Тыңдашы, орыс өліп қалады. Жезде мен өртеп кетті. Жарайды, таныстық үшін ақ қояқ жаңа. Таныстық үшін ақ қойыңыздар. Енді қазақта керемет сөз бар. Жаңағы арнайы сіздердің құрметтеріңізге деп керемет әнші жігіттерді шақырып жатырмыз. Құдалық құтты болсын деп жаңағы. Енді сіздердің арнайы алдарыңызды шайын деп жатырған Жыр үміт продюсерлік орталығынан келген Триллион дуэтіне қошемет соғып қойыңыздар. Ауылдан келдім қалаға жаңа биімді көрсең шаллалалалала өктірден үзген дулана билеуге сөзбен болама. Ой балдар, молодец. Таныстық үшін арнайы сіздердің құрметтеріңізге өлең айтып жатыр. Қошемет соғып қойыңыздар. Әуенді қоя тұршы, күйеу баладан көрейікті. Күйеу бала дейсіз ба? Оппа. Енді дайын болыңыздар. Құрметті әулеттің жеңгелері, қызметте жүрген жеңгелеріміз дайын болыңыздар. Күйеу баланы орта қалдырайық. Тамада бала, тоқташы. Тамада бала демеш, атың үркілеген Рахымжан. Мынау біздің бұл құда шоу болсын жібер. Никакой жеңге менге күйеу баланы жезе сапшысын. Жезе сапшысын дейді. Арнайы көріп тұрғандарыңыздай күйеу балдарыңыз осы сәл ұялады. Күйеу балдарыңыз осы. Күйеу балдарыңыз сондай өнерлі. Актер. Қандай өнері бар? Қандай өнері бар дейсіз ба? Брейк-данс билейді десем сенбейсіз. Құдағай. Енді бұл кісі өнерлі. Актер, каскадер, режиссер, продюсер. Журийскайлардың жақыннан көрген, кәмшаттардың көзін көрген. Мынаны қараңыз Құдағай. Кәмшаттардың журийскайларға қарамай, сіздердің қыздарыңыз алып отыр ғой. Сіздерде дарман жоқ. Енді арнайы күйеу балдарыңыз жаңа басында айттым, өнерлі сондай. Бұл кісіден іскер азамат, бұл кісіні қинамай қойып. Рахмет. Күйеу баланы апарсаңыз жезеге. Болды. Енді алып ішіп жеп отырыңыздар. Енді арнайы сіздердің құрметтеріңізге. Енді қазақта керемет сөз бар, қойдың басы құданың асы дейді. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Ақтөбенің аршасын жеген, Маңғыстаудың маршасын жеген, Сарыағаштың суын ішкен, доңыз секілді доңызбен бірге жайылмаған, харам бойып сойылмаған. Алдарыңызды шайын деп жатырған дамы и господа. Это не завтрак, это не обед.
Аташки готовьтесь пока, апашки готовьтесь пакет. Это не китайский фиш-пакет. Бурные аплодисмент. Алдарды шығайын деп жатырған таза қазақтың натуральный ет. Ала сөйлеңіздер етті. Бір келді. Енді мынау арнайы сіздің құрметтеріңізге той құтты болсын деп қояйық. Жастар бақытты болсын. Рахмет. Нұрекең мен Мәкең шақырайық. Нұрмаға келіңіз, Марат аға келіңіз. 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 Бір микрофон беріңіздер. Міне, жігіттер қараңдаршы, опыттың аты опыт, Опыт. Чемпион ғой не деген? Көріңдер, келді, іштеңе айтпады. Ортаға шығыңыздар деді, өздері білмеді. Мінекей, не деген көрсетіп, импровизация тығып жыртып тұр. Ешқандай сценарий білмейді. Ешқандай сценарий білмейді. Отқан жеріне шақырып алдық. Мін опыттың аты опыт, жігіттер. Жоғары лиганың чемпиондарына қошемет соғып қойыңыздар. Біз де Құдай қаласа осы кісілер сияқты болғымыз келеді деп жатырмыз. Енді бұл қалай болды енді бұл? Өздеріңізден бір сұрасақ деп жатырмыз. Нұреке, ал. Осыған бола шақырдыңдар ма бізді? Артта бір бас алып шығатын адам табылмады ма? Мәкеңді Жетісайдан алдырып осы бас алып шығуға. Мәке, енді өзіңіз бірдеңе айтып жүріңіз. Ештеңе айтпады артта. Артта миллион балалар әңгіме айтып тұрдық. Просто сіздерді сахнада ұрып шәл шаршаған шығар деді де, ұшқыштар ойнады ғой жаңа алдымызда. Содан кейін сәл артқа келіп, сахна көрсін дедік. Рахмет. Болды. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Негізі мынау бізге артта сценарий түсіндіргенде алып шығатын едік бізге. Анау түсіндіре алмай қалды. Бірақ енді идеяларын түсіндік. Біз мынаны алып шығуымыз керек еді ғой негізі. Сөйтіп бәрі ойлайтын еді да, екеуі шығып қазір бірдеңе істейді, бірақ соңында әшейін бас алып шықты ғой деп кейін сосын күлу керек еді сіздер. Рахмет, біздің құрметімізге бастап шықпай, бізді өрте жүрген Марат мырза менен Нұр мырзаға қошемет соғып қойсаңыздар жараса. Аман болсын. Соңы сіздерге ұқсағымыз келеді деп бізді. Рахмет, не де болса да біздің көңіліміз үшін бұл кісілер өздері негізінде қалап тұрса, қойдың басын өзін әкіп келетін еді ғой. Мысалы. Енді арнайы сіздерге керемет ән болсын, жақсылап құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жайдарманын сыйладым, өзі жұртқа сыйладым, ағам бардау алдымдай неге қиналам. Марат ағам керемет, одан артық не керек, өлең арнап тұрмыз ғой, финал керек. Рахмет, Жекиш Шаңырақ! I am on high, I reach for I am on high. Үй тапсырмасын аяқтайтын миллион Шымкент. Сонымен жалғастырамыз. Барлығымыз Жан-Клод Ван Дам деген актерді білеміз, Сол Жан-Клод Ван Дамның киносы біздің нұсқада. Қарындас, сен билеуге бола ма? Жоқ. Мен билеуге болмайды, мен бөтен жігіттермен билемеймін. Тым құрмағанда таныстырмадық па? Есіміңіз кім болды? Мен бөтен жігіттермен таныспаймын. Оның үстіне ар жақта менің жігітім келе жатыр. Сен не мен қызымен таныспақшысың ба? Замира. Мансар болады. Тура бір Ван Дам секілді. Ван Дам. Қай жылғы болдыңыз қарындас? 76 жылғы. 76? Иә. Өз 76-лардың өз дискотеке келетін оған ба, Оны қой беріңші, 76-лардың алды уже байға деп 2 баласы бар. Арты не отыр оның? Арты өзіңіз ғой. Сіз ең артында отқан сияқтысыз ғой, Иә. Дұрыс. Шыққаннан кейін не план, қайқа барасың? Шыққаннан кейін ауылға қайтам. Қай жақ ауыл? Беловод, Ақсу. Беловод, дұрыс. Бетек шыққаннан кейін бір жақсы 7-8 мыңға квартира табайын. Сайға барайық. Жынды сызба не айтып тұрсың, мен ондай қыз емеспін, бармаймын квартираға. Неге? Вообще басқа істейін. Сен не? Квартира деп тұрсың ба? Иә, бар ма?
Жоқ, өтіп кетті ғой. Не, саған не керек? Сен бағана мені ұрып жіберіпсің бағана. Есімнен тандырып. Яқта балдар барған екен айтып жатыр маған. Сен өліп таяқ жеп қой, ят болды деп жатыр маған. Не дейсің енді маған? Сен өзің сазайыңды тартқызам, сен қайдан шыққан дәу сен өзі. Мен Лос-Анджелестен келген бандам деген мен болам бауырым. Өзің қайдан боласың? Бозарықтан. Бозарық. Мен ол жерді білем. Ол жерде жерлер өте қымбат, Сен жерде жұмысың болмасын. Сол жұмыс жоқ болған екен ғой, жер ала алмай жүргенбіз. Мақұл. Қой берші, ал. Не айтпақшысың соны? Төбелеспекшісің ба? Сенің қазір сазайыңды тартқызам мен. Кел. Осман саған керегі? Мен жазда, көресің жазда. Ерте көктем макар алам. Макар? Макар алам. Сөйтіп? Деп тұрасың ғой сен. Шекеңе тағап тұрам. Бақ етсем. Ата бер, не дейсің ба? Мен ондайға не қылмаймын. Менің өмірге деген құлшынысым бар ғой. Кет, жабыламыз. Ойбай. Ай. Мен сендерді еркек баны сен арттан теуіп кетеді екенсіңдер ғой. Милиция! Ойбай! Бандамым! Тұра қойшы, бандамым! Тұра алмай, жан басында аламай қалдым. Бандамым! Тұршы, бандамым! Мен тұрғанмен сен бәрібір беловодқа кетіп қаласың ғой. Не істеймін жалғыз өзім? Бандамым, мен беловодқа кетпеймін, мен сенімен бірге квартираға барамын. Бісміллә! Жүр сонда. Сенсей! Ассалаумағалейкум. Сенсей, сіз маған 400 прием білем деген едіңіз ғой? Екеуін ғана үйреттіңіз. Қалғанын үйретіңізші. Кеше дискотекада маған балдар жабылып кетті, артынан теуіп кетті. Теуіп кетсе нең бар екшіп? Ұстаз, мен кеше соңғы рет іштім. Енді ішпеймін. Жоқ, мен сен сияқты ішетіндерді шәкірт қылмаймын. Уәде берем, ұстаз, енді ішпеймін ғой. Ішесің сен. Ішпеймін, ұстаз, уәде берем. Ішпейміз уәде берем деп. Марат екеуің айтпай қойды маған. Сенсей, үйретіңізші. Сенсей, өтініш үйретіңізші. Отыр. Кішкене мәдениетті болсайшы, мал. Сенсей. Отыр. Кереңде мал. Сенсей, мен мұны әуенді бір жерден естіген сияқтымын. Кене массажға барыңыз. Ана Розли үнмедегі ма? Қайғанақ қоя. Жеңшім жүрден. Болды. Сен оларды жеңгін келе ме? Иә. Онда біздің жаттығуымыз басталады. Бірақ жаттығу өте қиын 4 жылға созылады. 4 жыл. Мен дайынмын. Дайынсың ба? Иә. Кеттік онда. Болды. Ұстаз? Дегенде 4 жыл өтіп кетті ма не? Маза, өмір деген жылға өтіп барады ғой деген. Жан жылат банда. Ұстаз негізі. Кеше ғанынан балдар еді? Ұстаз, маған болмайды. Басқа бір күшті нәрсе үйретіңізші маған. Онда былай қыл. Мына талды көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын. Мен саған ұстаз, сіз теуіп талды құлап тастадыңыз ба? Үйретіңізші ұстаз, өтінем. Үйретіңізші ұстаз. Сен, ана дәу шуан талды көріп тұрсың ба? Теуіп құлатайын ба? Жоқ. Соның бер жағындағы кішкентай талды. Мына талды ма? Құлатуың керек. Егер сен соны құлатсаң, жауыңа төтеп бере аласың. Кеттім. Қайға? Демешек. Қазір бір минут. Ұстаз, мен құлаттым. Ойбай, ешак. Тура менің үстіме құлады ғой ағашың. Ұстаз, құлаттым. Құлат тастадың ба? Иә. Сен немен құлаттың? Арамен. Ей! Өзің құлат дедіңіз ұстаз. Сенде бірақ андай логика несі дамыған екен.
Мына мен құлатсаң сен ақылды болып тұрсың. Иә. Сен ақылмен де жеңе аласың. Жаңағылар қайда? Жаңағылар кафеде. Мен дайынмын ғой ұстаз. Қай кафеде? Айжамал баратын кафеде. Жүр ендеше барайық. Кеттік. Hey! Антырған! Сен тағы келдің ба? Иә, мен сені кегімді алуға келдім. Кегімді алуға келдің? Жаның шығар. Иә, болды. Келдің ба? Шығасың ба? Тұра тұр. Сансай! Нәпсіңді тый. Сансай! Тұра тұр мен қазір. Сансай, бір-екі прием. Көзіме құм шаш, көзіме. Бір үз құм шаш. Құм? Бошына. Бар көрсет. Осылайды төмелесе бер. Диваныңызды шығып кетті, Ой, ақылыңды қоссай, ақылыңды. Ақылыңды қос. Ұстаз, не істейін ұстаз? Ақылыңды қос деп айттым ғой саған жағал бері. Болмағандар, мен сендерге қазір көрсетем. Шында, ақылыңды қос десем, ақылыңды қосылды мынау. Рахмет. Бандам айтқан екен дейсің. Сіздердің алдарыңызда өнеріңізге миллион командасы ұстаздарымды ұмытпайық. Аман болыңыздар. Не играй на моих нервах. Рахмет. Бүгінгі ойынға қатысқан барша командаларды ортаға шақырамыз. Командалар ортаға. Құрметті әділ қазылар алқасы бірінші балымызды қойып алайық. Үй тапсырмасы бойынша бірінші болып бастаған ұшқыштар жайдарман тобы. 4-5-4-4-5. 2-5, қалғаны 4. Мақтарал ауданы әкімінің құрамасы. 4-4-4-4. Барлығы 4 ұпай. Жеки Шаңырақ жайдарман тобы. 6-5-4-4-5. 1-6-1-5, қалғаны 4. Және сайысымызды аяқтаған миллион жайдарман тобы. 6-5-6-6-5. 2-5, қалғаны 6. Ойын туралы Әділет Жауғашар. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Сағда, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Өте керемет ойын болды. Бұндай жюри отырудың өзі бір ерекше екен, баға қоюдың өзі бір. Сол себепті жігіттерге, команданың бәріне сәттілік, биік белестерден көріне беріңіздер. Аман жүріңіздер. Рахмет. Алмат Бекбаев. Кеш жарық, құрметті көрермендер, қатысушылар, бүгінгі ойын өте тамаша өтті деп ойлаймын. Және де бағаларым аз болса айып етпеңіздер. Сол үшін бүгінгі миллион командасын айтып кеткім келіп жатыр. Жақсы өтті деп ойлаймын. Дайындықтарың жақсы болды. Рахмет. Көп рахмет. Дайындықтар жақсы ма? Сіздер де дайындалып, Қазақстанның футболымен қуантсаңыздар бізді. Отыла беріп шаршадық қой. Әнеге өзіңіз бармасаңыз болмайды, әнеға. Қазақтар тұру керек бар ортада. Арслан Ақназаров мырза. Қайырлы кеш, құрметті жайдарман сүйер қауым. Бүгінгі ойын маған қатты ұнады. Әсіресе миллион ол бұрыннан мықты команда. Айта кететін маған екі команда бір ерекшелігімен ұнады. Ол Жеки Шаңырақ және ұшқыштар. Бір ерекшелік бар сіздерде. Бір жақсылап дайындалсаңыз, сіздерден болашақта жақсы командалар шығатын сияқты. Жалпы ойын керемет өтті. Рахмет.
Азамат Садуақасов. Қайырлы кеш, құрметті достар. Ойын тамаша өтті. Аракеңнің сөзіне қосылам. Мәке, жалпы енді миллион енді бұл жерде фаворит болып тұр, көрініп тұр да. Балдардың тәжірибесі жоғары екені мынау командалардың қасында көрініп тұр. Бірақ дегенмен Джеки Чанның жігіттер қыздары кәдімгідей бұларға кішкене не болды ондай? Сәл жақындап қалды деп те айтсақ болады. Сол себепті егер білмеймін енді өздерің шешесіздер ғой, бірақ Джеки Шаңырақ өте күшті болды. Ертең финалға да жақсы ойын көрсетті сияқты. Бірақ енді ол Джеки өзі менің ғана пікірім енді мәке. Ары қарап өздерің шешесіздер. Бірақ бүгін миллион тамаша ойын көрсетті. Және де ұшқыштар Мақтарал жалпы бүгінгі мына 4 топта керемет ойын көрсетті. Рахмет сіздерге келген. Рахмет. Өткенде ұшыр жүргестір Джеки Шаңырақ, мен апшықпын табырмен. Дұрыс апшықпсың. Онша емес команда деп жамандап еңіздер, бүгін өздеріңіз мақтап отырсыздар. Так что келесі жол тағы көрер. Онда шығармай қойсылайық десең. Жоқ, шығарғанда бал шешеді бұл жерде. Азеге балды мен емес сіздер қойып отырсыздар. Финалда 2 команда деп айтқанбыз. 2 командамен өткен супер финал болады деп ойлаймыз. Мұрат Жолдықожаев мырза. Ассалаумағалейкум. Мынау бүгін жақсы бір шараның куәсі болдық. Мынау барлық командаға сәттілік тілеймін. Мынау кем кетістігі бар командалар енді жүрегіле түзеледі деген ойдамын. Енді ойын болғаннан кейін жеңіліспен жеңіс бірге жүреді. Жеңілген сәттерде ол адамның өз кем кетістігін торлайды деп ойлаймын. Мынау келесі ойындарға жақсы дайындалып, бір жақсы нәтиже көрсетеді деген ойдамын. Бүгін бір жақсы әсер алдық. Марат бауырымызға тағы да алғыс айтамыз. Осындай жастарды баулып, мұнда қаншама жастар отыр. Өте керемет шара болды. Қанаттарың талмасын, барлық ойыншыларға тек сәттілік тілеймін. Еліміз тыныш болсын. Мынау індеттен аман есен құтылып, осындай қызық ойын, қызық сәттеріміз көп болып, тек қана қуанышты күндеріміз көп болсын. Рахмет. Ондай болса қорытынды ұпай сандарына кезек берейік. 9,3 Мақтарал ауданы әкімінің құрамасы. 9,9 Джеки Шаңырақ. Толық 10 ұпай ұшқыштар және тікелей финалға жолдама алған 11,6 миллион жайдырман тобы. Құрметті достар, ондай болса биылғы жылдың маусымның финалында алдыңғы А тобынан шыққан Ливерпуль жайдырман тобымен миллион жайдырман тобы кездесетін болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.